Құрметті менің жерлесім ақтоғайлықтар, амансыздар ма? Бүгін 22 наурыз көктемнің жылылығы, қардың ергені, гүлдің бірінші бәйшешектің гүлденген күлі. Менің айтайын дегенім, шамалы бір өлең жаздым өзімше, соны қабыл алыңыздар. Ақтоғай менің туған жерім, Максим Горький мектебінде оқып сауатты болған жерім. Аққайыңды тербетіп, тоқырауының толқынындай толқыған киелі жерім. Анам Нұрбибі мұғалім болған, атам Хасен, әжем Жәмила, әкем Меңдібай қорғаған жер. Оларға ол жер қорған болған киелі жерім. Мені жаратқан Аллаға шүкіршілік айтам. Жолдастарым, туыстарым, достарым, халқыма Ақтоғайдың шексіз алғысымды айтамын. Наурыз жаңа жыл құтты болсын, бала немере шөберелердің қызығын көріңіздер. Кеңейіп өсе берсін өрістеріңіз. Дастархан құт береке болсын. Өмірлеріңізде мерей, қуаныш, мереке, зор денсаулық, бақыт, молшылық болсын. Күннің жылуын, көктемнің гүлін, судың тазалығын, жеріміздің құнарлығын, арман мақсаттарыңыздың орындалуын, қазақ халқымның, еліміздің амандығын тілеймін. Сәлеммен сіздерге жақсылықпен құттықтаушы Меңдібай қызы Тыныштық деп білесіздер. Аман сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.